Санева компаниясына алып жатқан үлесімізден бөлек сыйақы алып жатқан жетістіктеріңіздің көрінісінің бірі. Мінекей бүгінгі күн сол жетістікті сіздерді марапаттап, бір-біріңізге көңіл күйлеріңізбен бөлісіп, қуаныштарыңызбен бөлісу үшін осы жиналыс ұйым, осы таңғы бизнес ас ұйымдастырылып жатыр. Енді қазіргі таңда Санева компаниясының білеміз, белгілі бір жоспарды орындаған кезде бізде дәреже саты бойынша марапаттау болады. Санева компаниясының консультант дәрежесінен бастап менеджер, жоғарғы менеджер, лидер, директор, сильвер директор және голд директор деген статустар бар. Бұл белгілі бір жоспарларды және жинақы балды жинау арқылы белгілі бір қысқа мерзімде, орташа мерзімде балды жинап статусқа жетеміз. Қызметпен осы Санева компаниясының сол жеткен жетістіктерді марапаттау рәсімдегі статустарды жапқан үшін Санева компаниясының негізін қалаушылары, президенттері аса құрметпен тағы да орнымыздан тұрып сахна төрінде, дастархан төрінде Санева компаниясының президенттері Роза Қожахметқызы және Нұржан Дүйсенәліұлы мырзаны төрге шақырамыз. Шапалақтар айтамыз. Отыра беріңіздер. Роза ханым, Нұржан мырза, өздеріңіз бір-екі ілтипат сөздеріңіз айтып кетсеңіз, ары қарай біз марапаттау рәсімін бастасақ. Саламатсыздар ма, құрметті бизнес әріптестер, өте қуаныштымыз. Мына 2020 жылдың бастапқы айлары бізге өте қуанышты күндер болып есептеліп жатыр. Өйткені біз сіздерді бүгін марапаттау күніне шақырып, сіздермен бірге осындай таңғы аста кездесіп отырмыз. Сау саламат болыңыздар, жетістіктеріңіз арта берсін. Қуаныштымын, есіме түсіп жатыр. Осыдан 1,5 жыл бұрын компания қалап бастаған кезімізде бірінші Роза Қожахметқызы және екеуміз отырып қалай жасаймыз, неден бастаймыз деген ой келеді ғой. Әр шешім қабылдау үшін бір ой келеді. Сол ойды шешім дұрыс қабылдау, қабылдамау, оның істегеннен бастап көресің да. Сол себептен қазір қарап отырмыз, Роза Қожахметқызымен екеуміз едік. Қазір қараңыздар, арамызда уже 15 лидер компанияның бір кірпіш қалаушы болып келіп отырсыздар. Өте қуаныштымын. Бұдан да уже мен жаңа кіріп келген кезде уже сіздерді көріп уже мен елестеп жатырмын. Бұл жерде 15 адам емес, уже 100 адам болатындай уже сондай дәрежеге келіп тұр екенбіз. Осы әрине бұл жаңа бір шешімнің арты ғой. Бір шешім, әр сіздер өздеріңіз осы бизнес бастайтын алдыңызда бір шешімді қабылдап келдіңіздер ғой. Сол себептен қазір осы үлкен дәрежеге статус жауып отырсыздар. Өздеріңіз еңбектеріңізді қазір сыйақыларыңызды алайын деп отырсыздар. Әрине бұл бірінші Құдайдың қалауымен дейді. Содан әрі қарай өзіңнің ниетіңізге қарай осы компанияға келіп, өстіп сыйақы алып, сыйлық алып отырғаныңа өте қуанып, сіздерді құттықтағым келіп отыр. Қазіргі таңда Санева компаниясының белсенді жұмыс істеп, лидер дәрежесіндегі Санева компаниясының негізін қалап бастаған кезінде басынан бастап істеп келе жатқан бизнес серіктесіміз Маржан Дүйсенәлі қызына марапаттау ортаға шақырамыз. Жаңа айтып отқанда бізде қалада да еңбегін сіңіріп, қазіргі таңда менеджер дәрежесіндегі Санева компаниясының менеджер дәрежесіндегі бизнес серіктесіміз Құралай Нұрғайыпқызыны ортаға шақырып марапаттау. Рахмет. Тосын, камераға көріп жақсы. Жаңа айтып жатыр, бізде Алматы қаласында ғана емес, Қытай мемлекетінде де, Талдықорған қаласында, Орал қаласында да, және де Зайсан қаласында белсенді жұмыс істеп жатқан, кәсіп істеп жатқан бизнес серіктестеріміз бар. Сол қазіргі таңда менеджер дәрежесінде бизнес серіктесіміз Зайсан қаласына арнайлы осы таңғы асқа, осы марапаттауға келіп жатқан аса құрметпен Әмме қызы Нағзат ханымды таңғы бизнес таңғы астың себепкер болып жатқан бұл жерде сіздер. Яғни жаңағы дәреже жабу арқылы осы Санева компаниясында белсенді жұмыс істеп, әрбір дәрежесін уақытылай болмаса еңбек етіп жұмыс жасап жауап келе жатқан компаниямыздың лидер ханымдары бар. Сол кісілерді аса құрметпен, ілтипатпен, махаббатпен тағы да құрметтеп марапаттауға рұқсат етсеңіздер, қазіргі таңда Санева компаниясының бизнес жоспар бойынша жоғарғы менеджер дәрежесін жауып,
бізде жоғарғы менеджер дәрежесінде 400 мың теңгеге бір адамға саяхатқа ақшалай сыйақы береді. Сол қазіргі таңда бізде ол саяхатты барып қойдым, маған басқа сыйақы керек деп, осы ақшалай емес, өзіне армандағы ұялы телефонын алған. Осы Санева компаниясының жоғарғы менеджер дәрежесіндегі бизнес серіктесіміз Рахметолла қызы Айжан ханымды Ду шапалақпен Рахметолла қызы Айжан ханым құтты болсын. Өзінің білімімен бірге көмектесіп, осы сыйақыларын алып, өзінің табысында тауып келе жатқан қазіргі таңда жоғарғы менеджер дәрежесіне иеленіп, аса құрметпен қазіргі таңда еңбек етіп жатқан Надырбекова Сабира ханымды 400 мың теңгеге жолдама саяхатына марапаттаймыз. Шапалақтаймыз. Бұл кісі айтты, менде телефонда бар, саяхатқа да бар, маған ақшаны беріңдер деді. Бұл кісі ақшалай алып 400 мың теңге құтты болсын. Қазір Алматы қаласында еңбек етіп, жоғарғы осы махаббатпен айттым, Роза Қожақбекқызының бір сабағында айтты, бұл кісі айтты, адамға махаббат болу керек. Адамның бәрін сүй, бауырын деп, адамзатты сүй, жаннан сендесе ол Алланы жаннан тәтті дейді, адамның бәрін сүй, бауырын деп. Айналып келгенде бәріміз бір бауыр, бір жүрек болуымыз керек. Сондықтан Роза Қожақбекқызы әрдайым айтатыны махаббат болу керек дейді. Сол махаббатпен еңбек етіп, қазір бізді менеджер дәрежесін жауып, орындап, бизнес жоспар бойынша аса құрметпен, тағы да доғыл шапалақпен қазіргі таңда менеджер статусын иеленген Бабаш қызы Мария ханымды гаджет құрылғыларына 300 мың теңгенің көлемінде гаджет құрылғыларына иеленді. Бұл кісілерді айтты, мен қаржылай аламын деп, өз таңдауы бойынша. Құтты болсын Мария ханым. Инстаграм желісін пайдаланып, өз еңбегін сіңіріп келе жатқан, қазіргі таңда Санева компаниясының бизнес жоспары бойынша менеджер дәрежесін жапқан Кеңесхан қызы Айдана ханымды шерігіңіз және мінекей ақшалай жаңа таңдауыңыз бойынша сіздің ақшалай 300 мың теңгеге теңгелік құтты болсын. Қазіргі таңда Санева компаниясында консультант дәрежесін жауып келіп, белгілі бизнес жоспарды орындап келе жатқан консультант дәрежесіне ие болған Андосова Күләш ханымды ортаға шақырып марапаттаймыз. Консультант дәрежесіне бизнес серіктесіміз бизнес жоспарды орындаған Баян Досымбека Мұхаммед қызы ханымды консультант дәрежесіне марапаттаймыз. Шапалақ. Консультант дәрежесін бизнес жоспарымен жапқан Санева компаниясының консультант дәрежесі бизнес серіктесі Акимжанова Клара Дүйсенбай қызы. Бизнес жоспарды орындап, консультант дәрежесіне алтын саға сақина құралғысына ие болған Нұрай Шакербек қызы ханымды ортамызда шақырып құттықтайық. Шапалақ. Байзакова Жанат Жақсылық қызы ханымды ортаға шақырып сырғамен. Президент
Роза ханым, және Нұржан мырза, және құрметті лидер ханымдар. Бүгінгі таңда өте керемет кеш ұйымдастырылып отыр. Баршаңызды шын жүректен әрқайсыңыз жеке жетістіктеріңізді құттықтаймын. Енді осыдан 1,5 жыл бұрын компания бастаған кезде санаулы адам болсақ, қазір мінекей Нұржан мырза айтқандай, біраз кісі ізімізден еріп, тек қана жетістікке жетіп қана қоймай, рухани өзгеріс енгізіп, өмірлеріңізде 360 градусқа өзгеріс енгізіп, жақсы үлкен дәрежеге жетесіздер. Бұл сіздердің еңбектеріңіз, әрқайсыңыздың қалай жеткендеріңізді білем. Өйткені сезіп көріп отырмын, Сабира ханымның өзі қандай еңбекке бір Аллаға табыс етіп, бүткіл тіршілігін Аллаға аманат етіп, осы күнге дейін арада қанша кедергілер болса да сүрінбей өтіп, мінекей қазіргі таңда сондай жоғары дәрежеге ие болып отырсыз. Сізді де шын жүректен құттықтаймын. Осы компанияның 1,5 жылда жеткен жетістігі мен үшін үлкен жетістік деп ойлаймын. Өйткені қазіргі таңда білесіздер, бәріміз конкуренция өте жоғары. Әркім өз бизнесін ортаға алып келіп, бірінші болсақ деген атты бәйгеге қосқандай жарысу барысында. Енді осы компанияны ашқан кезде Роза Қожахметқызы бізге айтты да, компания ашпас бұрын айтады ғой, ниет қайырлы деп. Біз компанияны 5 жыл үшін емес, 10 жыл үшін емес, 50 жыл үшін емес, 100 жылдық тарих жасайтындай компания. Ертеңгі артымызға, ұрпағымызға сыйлап қалдырып кететіндей етіп ашып отқан компания деген кезде, енді басында ешкім жоқ кезде, әрине сенгенмен адам болғаннан кейін кішкене күмәнің болады, бірақ қазіргі таңда Аллаға шүкір, сан шүкір, сол кісінің ол кезде болашақты жоралап айтқан сөзі қазіргі таңда мен 100% толықтай сенемін. Ол кісінің әрбір айтқан ісі, әрбір айтқан қойған мақсаты 100% орындалуда. Сондықтан сіздердің естіп жатқан стратегиямыз бар, болашаққа қойған жоспарымыз барлығына бәріміз бірге жететініне еш күмәнім жоқ. Өйткені бұл кісі жаңағы бірінші Алла дейміз ғой, екінші осы кісінің бойына сондай керемет қасиет берген. Бұл кісі болашақты көре алатын қасиет. Стратег дейді ғой. Мысалы біздің тұңғыш президентіміздің өзі 2030 деген қандай жоспар болып кетті. Сол бағытта өзі жоқ болмаса да біз бара жатырмыз. Сол сияқты ондай дана жеке дара тұлғалар мыңнан біреу шығады. Сондай тұлғалардың бірі, сондай көшбасшымен бірге біз қадам басып, қазір үлкен жолға шығып келе жатырмыз. Соның ішінде сіздер барсыздар. Бәріміз қолдасып, осы Қазақстанымызда сондай жақсы жетістікке жетіп, үлгі болатындай үлкен компания болатыныма мен нық сенімдімін. Енді бәрінен бұрын, мұны осы жақында Умраға келген кезде 3 нәрсені жақсы игеріп келдім да. Ең бірінші, істі істемес бұрын ниет дейді ғой. Ниет, адамның ниеті бірінші амалдан бірінші қалу екен. Барлық нәрсенің құпиясы осы ниетке байланысты екен. Яғни Нұржан мырзаның айтатқаны, Біржанның айтатқаны, Роза ханымның өшіріп отқан барша кісіміздің айтып отқан қарап ойласаңыздар тереңінен, әрқайсыңыз осы мақсатқа жеткен кезде жету барысындағы ниетіміз біздің халыққа көмектесу, жақсылық жасау, үлгі болу деген сияқты ниеттің бірі осындай бізді бір ортаға қосып әкеліп отыр. Бұл керемет жетістік. Бұл тек қана менің емес, тек қана біздің емес, бұл бізге Алланың үлкен беріп тұрған сыйы. Екіншіден сондай бай, рухани жақсы өмір сүруге үлкен бір қадам. Сол қадамда тек қана осы ғана орта емес, бұдан да көп болайық, бүткіл әлемге әйгілі болатындай үлкен дәрежедегі Саниева компаниясының жалауы бекте көрініп, Қазақстанда жаңағы қойып отқан жоспарымыздың барлығына жетіп, әрбір отбасында осындай қуаныш алып келетіндей, біз арқылы себепші болатындай дәрежеде. Бұл бүгінгі кеш ұйымдастырылып отқан. Бұл біздің тарихымыздағы үлкен өнеге болып қалатын дүние. Өйткені Роза Қожахметқызы осыдан бір күн бұрын кездесуде айтады, сіздер өздеріңіздің идеяларыңызды неғып қоспайсыздар дейді. Бірақ осыдан бір ай бұрын емес, 10 шақты күн бұрын жүрегіме сондай не келді. Енді Құдай қаласа, осы 15 қызбыз ба, қазір 15 лидеріміз, сол баршамыздың, әрқайсымыздың бойымыздағы ашылмай жатқан әлі қанша қабілетіміз бар да, соны ашатын болсақ, бүткіл дүниені біз өзімізге қаратып әкеміз да. Вот сол дәуір мен сезіп тұрмын жеткен. Иншалла. Мерекенің
ютубта енді іздеп отырып мерекенің, білесіздер ғой, бәріміз білеміз иә, мерекенің 70 жыл қазір тарихта қалған алғашқы сетевой компаниялардың жоғары биікке дәреже жеткен кісілердің бірі. Сол кісінің тарихын қарап отырсам, ең бірінші ол кісіні қолдаған өзімнің балаларым бизнес бастаған кезде, және ол кісінің халық арасында өзгеріс енгізем, әйел қауымына сондай жақсылық жасаймын, олардың дәрежесін марапаттап, олардың істеген қызметін көрсетем деген ниетпен бастады. Сол ниеті әлі күнге шейін жалғасып келе жатыр да. Сонда қарап отырсам, бірінші қолдаған оның балалары және қасына ерген, ізінен ерген кісілер. Сол кісінің бір несі ұнағаны, Будда білесіздер ғой, монах, тауда монах болады. Сол кісінің хикая ғой айтып кетіп жатқан, сол маған тоже ұнап жатыр да. Ол енді өте кедей монах, ол ниет қояды да, мүсінін, Будданың мүсінін, топырақтан жасаған мүсінін мешітке, алғашқы мешіттен әкеп қойсам деп. Енді ол қойғысы келген мүсін балшықтан еленген, бірақ өте үлкен болады да, көлемі. Сөйтіп, ол нәрсені жаңағы кранмен көтеріп мешітке қоятын кезде Будда несі мүсіні құлайды. Құлап, ол балшығы сынып жерде қалады. Сөйтіп, ол қайғыдан жаңағы көңілі түсіп, үйіне жатып қалған кезде, сол күні жамбыр және жауып, жаңағы бүткіл тасталқан шығарады. Балшықтың, Будданың. Сөйтіп, таң ата уже күн шыққан кезде шығып қараса, бір жарық сәулені көреді да, сөйтіп жақындап қараса, жаңағы Будда алтыннан жасалған ба екен. Бірақ ол жаңағы 9 ғасыр бойы сол балшықтың астында, жаңағы соғыс кезінде балшыққа цементке ешкім ұрламас үшін жауып қойған екен да. Сол жауып қойған кезде 9 ғасыр бойы жаңағы кісі себепші болып, оны жаңа жер орнатқан кезде ең әлемде Будданың алтыннан жасалған жалғыз ғана мүсін екен да. Соны айтады да, бұл жердегі мағына мен айтқым келіп тұрғаны, әрбір адамзаттың ішінде сондай алтындай жарқырайтын қабілетіміз бар да. Ал Роза Қожахметқызы, қарап отырсаңыздар, әрқайсымыздағы сол қабілетті не істеп жатыр? Аршып, жарыққа шығарып жатыр да. Ол екінің бірінен қолынан келетін іс емес. Қазір оны әрбірін түрт жерсем, қазір ол жүректеріңізде шығатын дүние. Сөйтіп мінекей балшықтан шығарып, сәзелеп, алтындай қылып, жарқыратып, бриллианттай қылып, асыл тастай қылып, қазір бізді осы халықтың ортасына шығарып отқан Роза Қожахметқызына алғысым шексіз. Мерекенің историясын көрген кезде мына біз неге ұқсайды екен дедім да, ол кезде ешкім жоқ. Енді ғана компания бастаймыз деген ниет болады. Сонда финансовый директор болып, оның иықтан қолтастып, қосылған ұлы екен да, бірінші ұлы, Роберт деген. Сонымен Нұржанды салыстырып жатыр, көз алдыма елестетіп, қазіргі финансовый директор, білесіздер ол кісінің еңбегі қандай екен. Және кейін дейді да, сол бизнес жүріп бастаған кезде, көрген кезде, екінші ұлы келіп қосылып дейді да. Соны қазір ойласам, Біржан мырза, менде біз Роза Қожахметқызымен компанияның басында хобби ретінде қарасам, сетевой бизнесқа, қазіргі таңда бұл менің кәсібім. Және осы кәсіпте мен тек қана табыс қана тауып жатқан жоқпын. Барлық саладан шыңдалып, осы биікке жетуіме, ортада өзім ұстауыма, отбасылық тәрбиесінде, өмір сүруіме үлкен бір мектеп қой бар айтқанда. Сол мектепке баршаңыз қош келдіңіздер, және әрқайсымызда осындай 15-100 шақты шәкірт ертіп, осындай үлгі болатындай уақытқа жетейік деймін. Баршаңыз тағы да құттықтаймын. Маржа ханым. Нұржан мырза, мен біріншіден Аллаға сансыз шүкір айтамын, өздеріңізбен танысып, осы кәсіпті бастағанымызға, отандық өнімдерді пайдаланып жатқанымызға Аллаға шүкір айтамын. Мен бұдан бұрын Қытайдың натуральный таза шөптерімен жұмыс істедім. Кейінгілі өздеріңізбен танысып, өзіміздің отандық өнімдерді қосқаннан кейін біздің аурулардан алып жатқан нәтижелеріміз өте керемет. Шынын айтқанда басынан бастап міне 1,5 жылдан бері қарай мен жалғыз бір өзім істеп келе жатырмын ғой. Команда анауына мен тек қана Аллаға сеніп ниет етемін, алдыма келген кісілерге шын жүрегіммен бердім, осы дәріске көмектеседі деп бірден айтамын, көмектеседі. Қаншама аурулар жазылып жатыр. Құрсақ көтермегендер, өмірге мінекей адамға ең үлкен байлық бала дейді. Қаншама аналар балалы болып жатыр. Қол аяғы істемей қалған, давлениядан болып жатқан, әртүрлі бауыр ауруымен ауырып, қаншама адамдар осы дәрімізден результатын көріп жатыр. Аллаға шүкір, осындай таза өнім, таза дәріге, таза өнімге, сіз сияқты алтын жүректі, таза Алла деген таза пейілді адамдарға кезіккеніме Аллаға шүкір айтамын. Ары қарай одан да үлкен нәтижелерге жететініне сенемін. Тек қана
шүкіршілік тауба деймін осындай жақсы бір компанияға кездескенім үшін. Осы жетіп жатқан жетістігімнің бәрі әрине өзіңізбен көп жағдайда ақылдасып, тілдесіп, сізден аларымыз, білеріміз көп сізден. Әдеттегі жұмыс жағы болсын, рухани жағы болсын, өзіңізбен бірге үлкен қажылыққа да барып, Алла деп, Алла жолында көзімізді ашып, тура жолға салып жатыр. Семейный достарымыз деп айтуға да болады мінекей. Семьяда да бір-бірімізге ақылшымыз, сіздің ақылыңызбен, сіздің жолыңызбен, сіздің бағытыңызбен жүріп келе жатқанға мен өте ризамын. Аллаға шүкіршілік. Дәріге де керемет дейді. Дәрілерден алып жатқан ықыластарым өте жоғары. Қаншама адамдардан алып жатырмын. Одан артық маған үлкен дүние керек емес деп ойлаймын. Ары қарай тіпті де үлкен белестерді бағындыратын мәселем. Рахмет. Осы күнге дейін еңбек етіп тек Қазақстанда емес, қазіргі таңда Қытай мемлекетіне жол ашып, сол жаққа өзінің командасын құрып, осы Санева компаниясын атағын шығарып, өнімдерін өте білеміз, өте пайдалы және 100% нәтижесі бар. Сол өнімдердің нәтижесін тек Қазақстанда емес, бізде Қытай көрші елде де көріп жатыр нәтижелерін. Сол жақта тұрып жатқан қазақ қандастарымыз. Сол жақта команда құрып, қазіргі таңда жоғарғы менеджер осы таңға сол сатысына жетіп, жоғарғы менеджер дәрежесіндегі Санева компаниясының бизнес серіктесі Рахметолла қызы Айжан ханымды ортамызға шығарып, айтып кетсе. Рахмет. Қайырлы күн баршаңызға. Телефонымды алып шыққанда өте маңызды нәрсе айтайын деп отырмын. Бүгін өте қуаныштымын. Аса құрметті Санева Роза Қожахметқызы және Нұржан Мырза. Осыдан 1 жыл бұрын сол есіме түсіп отыр, жаңа бір негатив деген сөз шықты ғой. Компанияға алғаш келгенде негатив миымда ең көп адамдардың бірі мен болатын шынында. Анау неге мұндай болса қалай болады деген көптеген сұрақтар ойымда жүреді, өйткені адамда күмән болған жерде шайтан жүреді дейді. Күмән көп, сондықтан жаңағы аузы күйген оттар жетті деп. Сонымен мен де бұл компанияға келгенде шамалы негативтер болды, өйткені оның бәрі бұрынғы программа мида қалып қойған. Соны шығару үшін мен осы Роза апайға сендім, компанияға сендім, шын жүректен. Әрине алғашында қазір енді сетевой дейді, көптеген адамдар біреуі бизнеске келеді, біреуі сатуға келеді. Әр адам әртүрлі жүрек қалауымен келеді ғой. Солардың ішінде мен шынымен де ең алғашында ақша табуға келдім, жақсырақ жоқ. Маған ақша керек, ақша тапқым келді, мен бизнесмен болғым келді. Солай келіп бастадым. Қазір міне 1 жыл уақыт өтіп кеткеннен кейін енді ойлап қарасам, негізінде мен қазір халыққа қызмет жасау үшін келген екенмін. Менің мақсатым, менің миссиям халыққа қызмет көрсету екен. Соны мен түсініп отырмын. Ол әрине осы компания президенті Роза Қожахметқызының 1 жылдан бергі ойдың сабағы, мынау оймен жұмыс жасау, жаңағы мидағы негативтерді тазарту, көптеген бұл кісінің енді сабақтарының еңбегі аса зор. Сондықтан осы кісінің әр апта сайын берілген сабағының арқасында қазір міне тазарып, жаңарып, алдарыңызда басқаша Айжан болып, лидер болып қалыптасты. Сондықтан ең бірінші осы Санева компаниясы президенті Роза Қожахметқызы сізге алғысым шексіз, Алла риза болсын. Бізді осындай жетелеп, өмірімізді өзгертіп, ойымызды өзгертіп, қазір басқаша бір адам ретінде қалыптастырып жатырсыздар. Өте елеулі еңбек деп ойлаймын. Және де осы мен негізі бұрын Біржан Мырзаның тайм менеджментке қатыспай тұрған кезінде өзімізді біз әйел адамдар тек қана ақша табу керек деп, әйел бақытын, ана бақыты қандай екен, біз бір бизнеске кіріп кетсек тек қана соны ойлап жүре беретінбіз да. Осы Біржан Мырзаның тайм менеджментіне қатысқаннан кейін менің бойымдағы нәзіктік қасиетім ашылды, оянды. Бұл кісі айтты, сіздер әйелсіздер ғой, сіздер нәзіксіздер ғой деп. Сол сабағынан кейін мен шынымен де өзімді қайтадан таптым, өзімді сол бір нәзік әйел екенімді, және өзімнің аяулы жар екенімді сезіндім. Және де табыстап отырған қазіргі таңда керемет бизнесмен болған өзімді солай табыстадым. Енді мына айтқым келіп отырғаны, Біржан Мырза, сізге де алғысым шексіз. Бұл компанияда сіздер жан-жақтан дамып жатырмыз. Барлығымыздың бойымыздағы мына көміліп қалған қасиеттеріміз барлығы ашылып жатыр. Осы менің бүгінгі жетістігім, не үшін телефонды алып шықты деп ойлаған болуларыңыз мүмкін. Бұл менің компаниядағы 4-ші жетістігім. Яғни ең алғашта мен планшетпен сыйландым, компанияға алғаш келген күні. Екінші рет мен компанияның алтын комплектісіне қол жеткіздім, консультант дәрежесін жауып.
Одан кейін менің үшінші жетістігім бұл компаниядан менеджер дәрежесін жатқанда жаңа шетелге демалысқа барып қайттым. Роза апайлар бар, Маржан ханым барлығымыз жаңа Ханьян қаласына. Енді бұл менің төртінші жетістігім, яғни қазіргі таңда командамда 1000-нан астам бизнес серіктестер бар. Жоғарғы менеджер дәрежесін жауып, қазір міне 400 мың теңгенің чегін алып отырмын. Әрине саяхатқа барсам болып еді, алайда қазіргі таңда біздің бұл бизнеске өте керек құрал. Осы қолымыздағы телефон болғандықтан мен бұны арман картама шығарып қойғам. Жанат ханым бар, Note 10 Plus-те. Осыны мен фотосын шығарып беріңізші деп неден қарап шығартып алдым. Соған қарап армандап жүретін мен осыны алсам ғой деп. Өйткені бұның программасы Android өте жеңіл бізге, жұмысқа қолайлы. Сондықтан да міне қазір арманыма қол жеткізіп отырмын. Яғни жаңа Санива компаниясы ойлап қарасам деймін да, біреулер ақшасын алып жатыр, біреулер жаңа путевкасына барып жатыр демалып. Енді мысалы үшін біздер өзіміздің қалаған нәрсемізді ақшалай болса да жаңа заттай болса да алып жатырмыз. Сондықтан бүгін өте қуаныштамын. Баршаңызға және менің сүйікті командама алғысым шексіз. Өте толқып тұрмын шыны керек. Және де менің бір арманым орындалғанына өзімді сондай бақытты сезінемін. Баршаңызға жолысты болсын. Рахмет. Қайырлы күн баршаңызға. Ең әуелі бүгін сіздермен осылай қауышқаныма өте қуаныштымын. Алланың ең үлкен нығметі деп білемін. Осы ортада өздеріңіздің қатарыңызда болғаныма, әсіресе осындай президент ханым Роза апаймен бір қатарда отырғаныма өте қуаныштамын. Мен өзімді таныстырып өтейін. Менің атым Нағзат Әмиқызы, Шығыс Қазақстан Зайсан қаласынан. Жасым 29-да, 3 баланың анасымын. Қазіргі таңда осы Санива компаниясында менеджер статусында бизнес серіктестігінде жұмыс жасап жатырмын. Осы компанияға келгеніме 1 жыл уақыт болыпты. Бұрын ешқандай сетевой бизнеста істеп көрмегенмін. Енді осы 1 жылдағы жетістігім, мен айтсам, өзімнің өмірімді 180 градусқа өзгертті деп айта аламын. Өйткені осыдан 1 жыл бұрын ешқандай кәсіпті армандамайтынмын, бірақ осы компанияға тіркелу арқылы менің жетекшім Рахметолла Айжан ханымға да алғысым шексіз. Сол кісінің себепкерлігімен осы компанияға тіркеліп, бүгінгі таңда жақсы жетістіктерге жетіп жатырмын. Әлі де алатын белестерім үлкен деп сенемін. Осы компанияда алғаш 2 айда консультант дәрежесін жауып, алтын комплектті алған болатынмын. Және 10 айда шетелге жолдама алып, 300 мың теңге сыйлықақымен сыйланып, менеджер статусына шықтым. Енді бұйырса алда апрель айында 500 балды жауып, жоғары менеджерге шығамын деп сенемін. 400 мың теңге сыйлықақын алып. Енді бұл компанияға келу арқылы мен жаңа айтып өттім, өмірім 180 градусқа өзгерді. Көптеген адамдар бұл компанияны таныстыру барысында, сөйлесу барысында сұрайды, бұл компанияның ерекшелігі және де қандай табыс табуға болатынын. Мен енді мені көріп отырған барша адамдарға айтқым келеді. Осы компанияға кірмес бұрын мен қарапайым ауылда отбасы, бала бағып, от жағып отыратын әйел едім. Бұл кезде ондай ақшаны да армандамайтынбыз, ондай сыйлықты да армандамайтынбыз. Енді осы компанияға келу арқылы 1 жыл ішінде мен ауылдан Зайсан қаласына көшіп бардым. Ойламаған жерден үй алдым. Және де жолдасымдағы жерде жұмыс істеп өзімде қазіргі таңда арман мақсаты бар, кәсіпкер әйел болдым. Және де отбасыма үлкен бір өзгеріс әкелді. Шынымен де осы компанияға шын жүрегімнен алғыс айтамын. Сіздерді мен танымайтын болғаннан кейін өзімді ішкерлеп таныстырып жатырмын. Және де осы компанияның құрушысы президент Роза апайымызбен жаңа дизайнерына үлкен алғысымды айтамын. Сіздердің себепкерлігіңізбен мінекей біз сияқты кәсіпсіз жандар кәсіптеніп жатыр. Және де көптеген сырқат адамдарға сіздің өнімдеріңіз жазылуына себепкер болып жатыр. Өте қуаныштымын соларға себепші болғаныма. Және де сізді қазіргі уақытта батыр ана деп айтқым келеді. Өйткені осындай дамыған заманда сіз халыққа ғана қызмет етіп отырған жоқсыз. Бүкіл Қазақстанға, мемлекетімізге қызмет етіп отырсыз. Сізбен бірге болғанымызға қуаныштымыз. Әрқашан сіздің жолыңызбен жүруге ризамыз.
қайырлы күн баршаңызға. Жай беремін. Сондай бизнес бәрі. Мен өзімді таныстырып өтейін. Менің есімім Бабашқызы Мария. Қазіргі таңда Санива компаниясының менеджер дәрежесінде бизнес серіктесіміз. Ең алғаш мені компанияға шақырған Айжан ханым болатын. Ол кісі статусында мен бақытты балалардың анасымын деген бір ауыз сөзіне болады. Осы компанияға келдім, Роза апамен таныстым. 3 күн ішінде планшет жауып, осы жерде ең алғашқы планшетімді осы жерде алғам. Сосын кейін не жаптым, консультант жаптым. Қазір міне менеджер жауып отырмын. Сонда ризамын. Бұл жерде маған Роза апаның жұма сенбі күні өтетін ой туралы сабағынан Бақаның айтқан аңызы сол мен жүрегіме қалды да. Жаңа көлшіктен Бақаға бір арман келеді екен де, ол Бақаға айтады екен, сен таудың басына шықсаң, сенің арманыңды орындаймын дейді екен. Сосын қалың бақалар шыға бастайды екен де, ортасына таман жеткенде 2-3 бақа қалып қалады екен де, аналар қарағанда, көлшіктегілер қарағанда біз шықтық қой деп олар қалқығанда 2 бақа кетіп барады да, тоже тағы біреу қалып қалады да, ең соңында біреу ең төбесіне шығады, сол жерде әулие айтады екен, мен сенің не арманыңды орындаймын дегенде ол айтады екен, мен құлағым жазып берші деп. Сөйтсе ол бақа саңырау екен. Егер ол құлағы жазылмаса, ана бақалар сияқты еститін болса, олар да қалып қалатын еді ана жақта. Сол үшін мен арман мақсатымды қойдым да, саңырау болдым ғой, тәрестен. Содан біздің бір жансаң келді біздің арамызға. Соң ол кісінің тайм-менеджмент сабағына қатыстым 1 ай бойы. Сол кезде ол кісі бізге жаңағы уақытыңды тиімді басқар деген сол сабақ қатты. Ол кісінің маған бір ақ ауыз сөзін айтты, легкий просто деген ғана сөз. Сол сөз ғана маған қатты әсер етті. Сонымен тауар айналымды көбейттім. Қазіргі таңда енді көптеген жетістіктерім көп. Бірінші Роза апаға алғыс айтамын, алғысым шексіз. Сол бақа сияқты мен де ең биік шыңға шығамын, арман мақсатымды орындаймын. Осы үшін осындай компанияға келген рахмет алғызға, Айжанға рахметім шексіз. Роза апаны бір құшақ байласаң, енергия. Алла берсе келер жолы осы жерде не аламын. Негізі адамдар өз арман мақсатына жұмыс істейді, сен өз арман мақсатына айтсаң, өзің үй салу беріп жүрген әйелдерге. Соған ғой Менің басты мақсатым жесір аналарға үй салып беру болатын да. Өйткені бала бағу енді оңай емес. Сол енді ең басты мақсатым сол жесір аналарға көмектесу болатын. Сөйтіп арманымды көмектесе берсем, қасымда жесір аналар көп десем, соларға көмектесіп жатырмын, әйтеуір қолымнан келгенше. Енді арманым соларға үй салып беріп, бизнес бастап, соларды мықты косметологқа болу. Мария ханым, шыңға шыққанмен құлағыңызды ашуды ұмытып кеттіңіз. Ең шыңға шығалай. Адам негізі былайша әйел адамның былайша байқағаным, әйел заты бірдеңе бір настрой тапса, соны бүкіл несіме кіріп кетеді екен да. Осы жаңағы мен айтатын бұл легко и просто деген себебі адам ондай болмау керек. Өткен жаңа Айжан ханым да айтып жатыр да, біз мысалы үйде бала қарап өткізіп, бірыңғай бала қарайды екен да, соны жан-жақтағы басқа өмірдің алатын ләззаттардан айырылып қалады екен да. Сондықтан ол әрбір нәрсе істеген кезде, кешеде айтып жатырмын, бұл презентация болған кезде, бұл сіздердің жеткен жетістікке алған кезде ләззат алыңыздар деп жатырмын да, легко, оңай әрі жеңіл. Сондықтан әрбір нәрсені сөйтіп қабылдау керек та. Күліп ойнап жүріп, өмірдің рахатын көріп, өзіңіздің ұстанған жолыңызды дұрыс содан тайынбай кетсеңіз болды. Тек өмірдің саяхатқа барыңыз, телефон алыңыз келді ме алыңыз. Мына жерде не жеңіңізге отыр, соның бәрін жеңіңіз. Біз ұялмайтын нәрседе ұяламыз да, ұялатын нәрседе ұялмай қаламыз. Сондықтан бұл таңғы астарда сіз үшін, кім үшін бұл? Сіздер үшін, сіздердің еңбектен үшін ол тамақты алып, саяхатқа барып, телефонды алып, алтын сырға сақинаны тағып өздеріңіз алып жатқан табыстарыңызды өздеріңізге жұмсап, өзіңізге көмектескеннен кейін бар, жақындарыңа көмектесу керек. Одан кейін бар, елге көмектесіп, одан кейін әлемге көмектесеміз. Сол енді айтып жатырмыз, жаңа қазір телефон деп неге айтып жатырмын? Қазіргі білеміз, қазір заманда бұрын немен көгершінмен хат жіберетін еді, жаңа шабандоздармен хат жібереді.
одан кейін теплоход, одан кейін пароход болды, одан кейін бар жылдам пойыз, одан кейін самолет. Қазіргі таңда бізді хатты немен жібереміз? СМС-пен. Сол мезетте 1 секундтың ішінде, және 1 секундтың ішінде қазір біз Америка Құрама Штаттарынан звондасақ, сол мезетте ол адам алып, сөйтіп сөйлесіп отқандай бола алады да. Енді сол құрылғыны осы кәсіп өзі жақсы көргеннен өзі сол кәсіпте қолданып, адамдарды Instagram арқылы осы Санева компаниясына шақырып, кіркеп, адамдарға ем көмектесіп отқан осы бизнес жоспар бойынша менеджер дәрежесін жауып, қазіргі таңда белсенді жұмыс істеп жатқан Кеңесхан қызы Айдана ханымды ортаға шақырып, өзінің істерлерін алдына қойған мақсатын жеткен жетістіктерін айтып өтсе. Сәлеметсіздер ме, құрметті президенттер, компаниямыздың Гауһар Тастай лидер ханымдары. Бүгін сіздердің орталарыңызда тұру мен үшін құрмет, бақыт, қуаныш сезім кеудемде оятып тұр. Барлығыңыз менің компанияға қалай кіргенімді бұған дейінгі презентацияларда естіген боларсыздар. Дәл сол кезде тұтынушы ретінде келдім компанияға. Тұтынушы ретінде келген мені Маржан ханым 3 күн бойы компанияның телефонмен жеке кездеспедік. Ол кезде де телефонмен компанияның барлық мүмкіндіктерін 3 күн бойы маған түсіндіріп, дәл осы компанияда адамдардың арманы орындалатын, осы компанияға өзі сенетіндігін және осының барлығы шынайы болатындығын айтып, менің арманымды оятып, мақсатыма қанат бітірген адам Санева Маржан ханым. Сол кезде шыны керек, Маржан ханымның сол сөзінен кейін мен MLM бизнесті мүлдем білмейтінмін, қалай жұмыс істеу керектігін де білмейтінмін. Маржан ханым сол сөзінен кейін команда құра бастадым, өте үлкен көмек тигізді. Ақпаратты қалай беру керектігін де, командамен қалай жұмыс істеу керектігін де үйретті. Командамды құрып, командаға білім беру арқылы қысқа уақытта 1 айдың ішінде планшетті жауып, планшеттің сыйлыққа алдым компанияның. 3 айдың ішінде алтын комплектін сыйға алып, міне бүгін алдарыңызда осындай гаджетке ұсынылып отқан қаржылай сыйлыққа ие болып отырмын. Бірақ компаниядағы бұл сыйлықтардан да артық компанияның бізге беріп жатқан сыйлықтар бар. Ол әрқайсымыздың ойымыздың өзгеріп, рухани байуымызға компанияның жоғары сатыда тұрған президенттерінің өзінің тікелей атсалысуы. Компанияда 1 жыл жүрсем де, мен түбегейлі ойым кеше желтоқсан айында өзгерді деп айта аламын. Сол кезде Роза Қожахметқызы мені жеке кездесуге шақырды кабинетіне. Және сол кездесуде мен сенің қандай проблемаң бар екенін түсіндім. Айдана, сенде акасы осындай проблема бар екен ғой. Мен неге бәсе ойлап қоямын деп мен шарп ұсталып, ол кабинеттен шыққанда мен әлі түсініп ұғып шыққан жоқтығым. Тек бірде сол кісінің айтқан тапсырмасын орындадым. Оқы деген кітабын оқып бастадым. Маржан ханым біледі, 5-ші бетке келген кезде Маржан ханымға жылап жазып жібердім. Мынау мен, оказывается, Маржан ханым толық менің бүкіл ойымдағы, санамдағы қателіктердің бәрі осы. Бұл бұл қызық қой, енді біздің тікелей спонсорым ретінде Маржан ханым үнемі әртүрлі кеңестер береді, бірақ жаңағы 50% түсінемін да, 50% түсінбеймін ол кісіні. Ол кітапты оқығаннан кейін неге ол кісі маған оның бәрін айтқанын түсіне бастадым. Адам шынымен біздің әке-шешеміз Кеңес одағының заманында өмір сүріп қалған, сол кездегі тәрбие, оқы, жұмыс істе, горбатиться етіп 1 айлыққа жұмыс істеу, адам деген дамуға деген желаниясын сол тереңнен келе жатқан тәрбиесі жібермей ұстап тұрады екен. Мен өзімде сондай екен да. Оған даже мен өзім кінәлі емеспін, сол бізді жібермей тұрған тәрбие менталитет болды деп ойлаймын да. Сол нәрсені түсінудің сатысында тұрмын. Дәл қазір сіздердің алдарыңызда мен түсіну сатысында тұрмын. Және компаниямызбен бірге жаңа өмірге қадам басуға дайынмын. Дәл бүгін компанияда сыйлыққа қомақты қаржы алып, үлкен арманның біреуін іске асырғалы тұрмын. Маржан ханым біледі, Роза ханым өзіңіз де білесіз. Аналарға арналған кітабымның жарық көруіне осы қаражатты жұмсағалы тұрмын. Санева компаниясы менің 2 жыл армандаған, қол жеткізе алмаған арманыма бүгін қол жеткізгелі Құдай берді. Сол үшін сіздерге
үлкен рахмет. Теңдесі жоқ әр серіктеске деген құрметтеріңіз, әр серіктестің рухани баюына деген сіздердің взностарыңыз бұл сыйлықтардан 1000 есе артық. Соны айтқым келеді. Рахмет. Айдана ханым айтып жатыр, жеке кездесуге шақырып жатыр Роза Қожахметқызы. Бұл кісі әрбір нәрсе отан отбасынан басталады дейді ғой. Бізде осы қайбір жылдары бір 2015 па 2016 жылда бір кризис болды ғой, қаржылай кризис болды, доллар көтеріліп кетті, одан кейін инфляция болды. Сол кезде ана беседка бар бізде үйдің арт жағында. Сол кезде үйге келген кезде бар сені мама шақырып жатыр деп. Не айтады, сол кезде айтады бұл кісі себеп неге шақырады бізді? Біздің ішкі дүниямызды ол кісі көріп тұрады. Сондықтан көпшілікке айтқан кезде ол адамға жетпеуі мүмкін да, жеке шақырған кезде ол кісі айтма, ол дөп айтады да, ол кісі тура тегізіп. Сондықтан ол естілген сөзді, айтылған сөздің бәрін әшейін айтылған сөз деп қабылдамай, өзі маған айтып жатыр деп, соны іс-әрекетке көшірсек, оның нәтижесі міндетті түрде болады. Енді қазір бізде компаниямызда менеджер дәрежесінде де тағы да бизнес серіктестеріміз бар. Ол кісі тоже осы Роза Қожахметқызының тапсырмасын орындап, тайм-менеджмент тапсырмасын да орындап, өзі сұлу, сымбатты, бой десе бой, ой десе ойы бар, түрі десе түрі бар. Сол өзінің көріп тұрсақ, қазіргі таңда өзіміздің жақсы көретін нәрсемізбен айналысып жатырмыз да біз. Мысалы, Айдана ханым Инстаграммен жақсы айналысады, ол кісі сол сайыстен. Мысалы, Мария ханым ана нәрсені жақсы көремін дейді. Әйелдерге көмектесемін дейді, бірыңғай сондай әйелдер қасыма жинап алдым дейді. Сабира ханым айтады, мен шын жүрегімен, шын ниетіммен адамдарға ем болсын деген, ол кісі сонымен айналысып айналып келгенде бәріміздің арманымызды орындалып жатыр бұл жерде. Мақсатымыз орындалып жатыр. Сол сияқты Құралай ханым да өзінің армандарын, өзінің бар тек қана білім емес, физиологиялық түрде параметрін қолданып, адамдарға жымия қарсы алып, оның жүрегін елжіретіп, ол кісі холодный контакт жақсы көреді, сөйлескен адам бірден келіп кетеді, білмей не екен. Сол қазіргі сол еңбегін есеп, өзінің тапсырмаларын орындап, белгілі дәрежеге жеткізіп, қазіргі таңда компаниямыздың менеджер дәрежесіндегі серіктесіміз Құралай Нұрғайыпқызы ханымды ортаға шақырып, өзінің іс-әрекетінің мақсатын қандай мақсат екенін айтып шақырамыз. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі керемет кешке қош келдіңіздер. Бүгін мен үшін бір керемет қуанышты күн. Әрине бәріміз үшін бүгін керемет қуанышты күн. Осыдан 1,5 жыл бұрын осы жерде мен алтын комплектті алып тұрған кезім болды. Міне одан кейін қанша уақыт өтті, қандай керемет бүгін толқып тұрмын өзім. Енді осы уақытқа дейін ең бірінші мен осы Саниева компаниясына келмей тұрған кезде ең бірінші мен Роза апаймен сөйлескен негізі. Қазіргі таңда менің екінші анам болып кетті, жақын сырласым, бизнеста да қандай да жағдай болмасын, өмірімнің 180 градусқа өзгергенде осы кісінің арқасы десе болады. Өйткені біз көп нәрсе жаңағы мектепте алмаған, отбасымызда алмаған, университетте алмаған білімімізді осы жерде алып отырмын. Роза Қожахметқызының сабағынан, ой сабағынан, жеке кіріп өзінің кабинетінен қаншама білімді алып жатырмын. Енді осы айтады ғой, енді бизнесті жасамас бұрын ол бәрлеріңізге керек. Жетістікке жеткім келсе, жетістікке жеткен адамның артынан жүр деп. Мен осы компания ашылған кезде басында осы өнім үшін келдім. Ең бірінші Аллаға рахмет, екінші осы спонсорыма рахмет айтқым келіп отыр. Маржан ханым осы компанияны ашылып жатқан кезде көрсетіп, маған деген сенімін артып, 1 жыл бұрын екеуміз ғана осы офиста жүріп, холодный контакт базарда жүріп, адамдар тыңдамаса да брошюра таратып, ниетіміз түзу болды, осы компанияны атағын шығарамыз, жеткіземіз деген. Осы халетке жетіп, осындай жетістікке жетіп, сіздердің алдарыңызда тұруым да осы менің спонсорымның арқасы. Өйткені әрқашан маған Құралай ханым сіздің қолыңыздан келеді. Сізден жасай аласыз деген сөзі мені әрқашан қуаттандырып алдыға жылжытып отырды. Осы бизнесқа дейін мен көп адамдар бизнес жасаймыз деп қателеседі ғой, жаңағы сауда жасаймыз,
бір ақшам болса, бір миллион теңгем болса, базарға шығып сауда жасасам деген көп адамдарда ниет болады. Мен соның бірі мен болғам. Осы арманым бизнесмен болу, ақша табу. Сөйтіп жүрген кезде мен жаңағы өз уақытымды таң атқаннан кеш батқанға дейін базарда өткіздім. Яғни күннің ыстық суына қарамай, жаңағы тапқан ақшамның бәрін аренда, кредит, налог осылардың бәріне төлеп отырдым. Маған ешқандай мотивация бермеді, шыны керек. Неге мен өстіп жүрмін, тағы не істесем болады деген кезде осы Саниева компаниясы ашылып, қыстай осы жерде жұмыс жасайыншы, көрейінші деп келдім, сымыла деп жүрдім. Сіздер ең күшті кезде келіп отырсыздар. Қазір интернетпен уже бізді үйретіп жатыр Жанат ханым, ойдың сабағын үйретіп жатсыздар. Ол кезде келе салған кезде біз жаңағы компаниямызда бұндай маркетинг болған жоқ, сату саласы болды, сатып бастадық. Біраз мен қипақтап жүрдім. Сіздер ойлақамаңыздар, сразу кетіп команда құрып кеттім. Ойым нақты болған жоқ, ойланып жүрдім, істесем екен, тағы не істесем екен деп. Сол кезде мен Ораза Жақметқызы шақырып айтты. Құралай, істейсің ба? Істесең, істе, істемесең жолыңа деген сияқты айтты. Сол кезде сол сөзі мені жүрегімді қопарып, жаңағы жерде көзіме жас алып, шешім қабылдадым. Айтады ғой, әрбір шешімнің артында бір не тұрады деп жаңағы. Сол шешімнен кейін менің командама жақсы команда келіп, қазіргі таңда енді өзімнің арманым болды ғой, осы Қытайдан команда шығарсам деген. Айжан ханым, Жайна ханым келіп, оның артынан Айжан ханымдар келіп, қазір үлкен команда кетіп жатыр астынан. Енді менің сол осындай жетістікке жеткенім, менің бір шешімім болды. Осы шешімнің артында міне үлкен команда. Қазір біріншіден мен өзіме сенімділікті орнаттым бұл компанияға келгенде. Екіншіден рухани дамыдым, сабырлықты сақтадым. Бұрын ақшамның артына түсіп, жүрегімде тыныштық болмайды. Қазір жүрегімде тыныштық, өзімді жақсы көре бастадым, отбасыма көңіл бөле бастадым. Міне осындай менде талант, осы компанияға келіп, осындай таланттарым шығып, өзімді жақсы жаққа бұрдым. Адамдардың жақсы қасиеттерін байқай бастадым. Көп адамдарға көңіл бөле бастадым. Тек жақсы ойлай бастадым. Енді кешіріңіздер, мен былай сөйлеймін деп ойлаған жоқпын. Жүректен шығып жатқан шығар. Біріншіден енді алғысым шексіз, осы Саниева компаниясын ашып, анамдай болған Ораза Жақметқызына, бауырымдай болып кеткен Нұржан мырзаға, Біржан мырза сіздерге, осында отырған менің сүйікті командама, бәріміз бір семьядай, отбасындай болып кеттік. Бәрлеріңіздің жүрегіңізден тек мейірім ғана көремін, тек қуаныш көремін. Осы компанияға кірген кезде бәрі сондай бір неде тұрады, ешқандай жаман ойламайсың, өйткені орта сондай. Осындай өмір сондай өзгеріп кетті ма деп, күшті ғой деп, өмір керемет қой деп түсінесің. Бірақ базарда бір салада жүрсең, адамдар айғайласып, бір-біріне ренжісіп, ұрысып, басқа болып жатады. Қандай, менің өмірім қандай күшті деймін да. Өйткені біздің ортамызда сондай мейірім, сондай шапағат, бір-бірімізге көмектесу, бір-бірімізге жақсылық ойласу, сондай да. Шынымен де офисқа кіресің ғой, ешкімде бір жаман ой жоқ. Бұл енді менің өмірімде практикамды айтып отырмын сіздерге. Ал енді бүгін қуанышты күнді тағы да айтып кеткім келіп отыр. Енді менің осы халге жеткенім жаңағы тоқтамадым, ешқашанда тоқтамадым. Бір әрекетімді Роза Қожахметқызы айтады, егер сенде дейді орындалса, сен оны тағы да істей бер дейді. Сенен келіп тұр ғой дейді. Мен
бір әрекет жасадым ба, статусымды 1 жыл қоя бердім. Жаңағы нәтижелермен бөлісіп, қандай болып жатыр, соның бәрін статусқа қоя бердім. Мен жаңа WhatsAppқа қоя бердім. Міне содан 1 жыл мені бақылап отқан адамдар, кісілеріміз осы күнде маған айтады: Құралай, мен сіздің компанияңызға келіп тіркелейінші дейді. Сізді 1 жыл бақылап отырмын дейді. Жабылса жабылып қалмады ма? Сіз қанша жетістіктеріңізді көрсетіп жатсыз, қанша адамның табысын көрсетіп жатсыз, сыйлығын көрсетіп жатырсыз. Міне шынымен де компанияларыңыз керемет екен. Мен келсем бола ма дейді. Әрине келсеңіз болады деп офисқа келіп танысып, мен осы уақытқа дейін далақтап жүріппін дейді да. Ана жаққа барып ақша сал десе ақша салған, мына жақ оңай жеңіл десе ақша салған. Тек ақша салумен жүре беріппін дейді. Сіздерде керемет өнімдеріңіз, қанша адамдар айтып жатады, осыдан жазылдым, жаңа жатып қалған адамдарымыз тұрып жатырмыз, керемет нәтижелерді қоясыз. Мен таң қалдым, сіздердің компанияларыңыз шынымен де керемет екен. Мен сіздердің компанияларыңызға тіркелдім деп тіркелдім. Ол мен үшін бір жаңағы қуаныш, ол менің бір еңбегім деп өзімді бағаладым. Өйткені мен ешқашан да шаршаған жоқпын. Жаңағы отзывтарды контактіме қоюды, реклама жасауды, айтуды. Міне соның нәтижесі. Қазіргі таңда енді мен жаңағы ойдың құпиясы деп жатырмыз ғой, Роза Қожахметқызының ой сабағының қаншама осы өзімнің жетістігім, жаңа алтын комплектімді алдым. Одан кейін шетелге саяхатқа бардым, Турцияға. Оны да Турцияға қатты қалаған кезде, жаңа Роза Қожахметқызының айтуы бойынша, бірден тез жауып, өзімнің армандаған Түркия қаласына оңай, жеңіл, тез барып, керемет отельде жатып, өз демалысымды қанша жылдан бері армандаған шетелге саяхатқа барып келдім. Оның арасында қаншама ойдың құпиясын меңгеріп, өзім шынымен де біздің мына миымыз магнит екенін сездім. Өмірді оңай, жеңіл, жаңағы өмір сүруді үйрендім. Енді менің нәтижем өте көп сөйлеп кеткен шығарым. Енді қазір мен сіздерге айтқым келіп отырғаны, бүгін мен үшін қатты қуанышты күн. Бүгін командамның сіздердің жетістіктеріңізді көріп қатты қуанып тұрмын. Мен бүгін ерекше сіздерді құттықтағым келіп отыр. Ортаға шақырып, әрқайсыңызды ортаға келсеңіздер. Бүгін міне ерекше на месте. Беріп шықсаң бар ма? Кімге айтыңыз? Жоғары менің статусын жауып, міне өте үлкен қуаныш. Сізді қуанышты құттықтаймын. Күләш ханым, статусын жауып, командам болмаса да бір кабинетте отырамыз. Шынымен де осы 15 күннің ішінде нәтижесін көрдім. Тек қана оймен жұмыс жасап, консультациясын жауып, өз жетістігімен бүгінгі таңда қуанып отқан жаратқансыз. Аты қой кіргізбейді, жүгіріп жас балаша енді ана несін шынымен де көрдім да, бір жетінің ішінде консультант әлгісін жақты. Рахмет, бұл кісі бізге барлық жағынан жаңағы айтады ғой, көмегін беріп, интернет жағынан біздің командамызға бәріне көмектесіп, білмегенімізді айтып отырады ғой. Енді бүгін мен командама отырған кезде Жават ханым ойыма түсті, неге құттықтамасқа деп
Жаңа гүлді алып жатқан кезде сіз бірінші өзіңіз алдыңыз гүл. Сол гүлдің бәрі сізге бірінші қабылданады. Одан кейін сіз сол махаббатты солға алып жатқан адамдарға бөлісесіз. Сол гүлдің бәрі сізге де лайықты гүлдер деп ойлаймын. Енді бүгінгі бизнес таңғы асымыз осымен өз мәресіне жетіп қалды. Асымыз да жақсы болды. Жыладық та, күлдік те, тушымызды ағыз, қарнымызды тойдырып, енді көңіл күйімізді тойдырып, бүгінгі таңғы асымыз ойлаймын өте жоғары деңгейде өтті, және ол қазір таңда осы дәрежелерді жауып, өз мақсаттарына орындап жатқан кісілерде, одан да мен ойлаймын, осыдан кейін біз сияқты, мен сияқты адамдар көптеу болсын деген ой туындады деген. Осындай іс-әрекет, осындай дара жол, осы дара жолды ұстансақ, соңына дейін апарсақ, бұның міндетті түрде нәтижесі болады. Енді қазір айтып жатырмыз, осы Алматы қаласы, одан кейін Қазақстан Республикасы, және одан кейін әлемді өзгертетіндей біздің сондай күш-жігеріміз бар. Тек соны дұрыс пайдалану керек. Осы жерде отырған адамдар, соны сол жолда келе жатқан адамдармыз. Сіздерге тек жетістік, табыс, бақыт, мол ырыс, ынтымақ ырыс болсын. Алдыңызға қойып жатқан мақсаттарыңыз орындала берсін. Ұстанып отырған миссияларыңыз, адамға көмектесем деген миссияларыңыз орындала берсін. Сіз болып, біз болып, бәріміз жұдырық жамылап, осы арман мақсаттарды орындай берейік. Бір-біріміздің жетістіктерімізбен бөлісе берейік, қуаныштарымызбен бөлісе берейік. Тек алдыға ешқашан берілмейік. Құтты болсын тағы да. Қуаныш беріп, бүкіл әлемде осындай біздің кәсібіміз, осындай өнімдері жақсылық ете берсін. Бір минут, у нас туда броучи.